Өмірге мән беретін, жүректерге жылулық сыйлайтын бір нәрсе бар. Ол адамдардың бір-біріне жасайтын жақсылықтары. Ассалаумағалейкум, армысыздар. Біз қазіргі таңда қоғамда, заманда түрлі қоғамдық дерттер болады. Үнемі біз олардың салдарымен күресеміз, бірақ олардың себептері қайдан шығып жатыр, сол жайлы ойлана бермейді екенбіз. Біз бүгінгі сұхбатымызда соған тоқталмақпыз. Бүгін бізде қонақта кәсіпкер Әмір Мәулен және Мирас А қоғамдық қайырымдылық қорының төрағасы, жетекшісі Серікұлы Жүзбай ағамыз. Жүзбай аға, қош келіпсіздер. Сіздердің көптеген жақсылықтар жасап жүргендеріңізді көріп жатырмыз. Әлеуметтік желілерден, телеарналардан байқап жатырмыз. Сіздің қазіргі таңдағы атқарып жүрген шаруаларыңыз жайлы өзіңіздің аузыңыздан қысқа да нұсқа бір тыңдасақ, одан кейін айтып өткен осы қазіргі таңдағы қоғамның дертіне кеңінен тоқталып, соның бір шипасын, емін табуға тырысайық. Сөз кезегі өзіңізде. Армысыздар, құрметті оқырмандар. Әрине, мынау сіздің сұрақтарыңыз қоғамда болып жатқан әртүрлі жат-қылықтар, ол біздің енді істеп жатқан амалдарымыз осы 12 жыл болды қайырымдылық қорда қызмет атқарып жатқанымызға. Соның ішінде бүгінгі таңда 100-ден астам ананы баламен алып қалдық, яғни қоғамда тастанды бала қылдырмау. Мына перзентханада босанып, баласын тастап жатқан кезде бізге хабарласады, біз барып себебін сұраймыз жаңа қыздан. Балам, неге тастап жатсың? Не себеп болды? Сонда әртүрлі себептерін айтады. Бірінші, студентпін, жаспын, екінші, әке-шешем қарсы, үшінші, жағдайым жоқ, асырай алмаймын, төртінші, жігітім алдап кетті, тастап кетті деген себептер. Сонда айтамыз, басу айтып, сол жаңағы алдыңғы себептерден гөрі соңғы себебі көбіне айтады, асырай алмаймын, жағдайым жоқ. Экономикалық жағдайын айтады. Сол кезде біз қолдау көрсетейік, бір жылға дейін қамқорлық қалайық, пәтер жалдап, жағдай жасап, сол арада салт дәстүрді үйретіп, қызға баланың 40-на шығару, 5-ке бөлу балаға ат қой, арман қарай әке-шешесімен татуласу, арман қарай жігітімен қосу мақсатымыз. Жетім қылдырма қоғамда. Не сондай амалдар. Бұның арман қарай енді жаңағы осы Әмір мырзаның тақырыбында көтергенде сондай бір кереметтілігі. Бұл жерде кереметтілігі дегенде кереметтілігі емес, ол басқаша қырынан қарағанда біздің қыздардың ішінде де осындай жеңілтекпен, жеңіл қарап, осыған болашағына қарамай, жаңағы жалаң ашық жүруі, ойнап жүріп от басып қалып, сондай жағдайларға ұшырап қалып жатқан сол себептері бар, бір себебінен. Міне, соны біз алдын алу шараларын істеп, осындайларды болдырмау үшін мектеп, университет, колледждарда өзімнің жазған сценарийім бар, тәрбие тағдырын деген алдын алу. Соны көргенде мектеп оқушылары 9-шы сыныптан бастап жоғарғы сыныптарға қойдық. Сахналық қойылым жасайсыздар, тәрбиелік мағынада. Сол кезде осы Нұр-Сұлтан Астанада және басқа қалаларда да қойдық, мектеп, университет, колледждарда да қойдық. Бұның жаңағы біз болып қалғанды енді алдын алу шараларын болдырмауға амал жасадық та осындай. Сондықтан бұл қоғамда жетім ана бала жетім қылмай, ана толық қанды отбасымен қалса екен деген мақсатпен жұмыс істеп жатырмыз. Өте жақсы. Сіздің бұрынғы Әмір Мәулен ағамызға берген сұхбатыңызды қарап шықтым, көптеген комментарийларды оқыдым. Сол жерде сұхбатта айтылады, Әмір ағамыздың өзі айтып отыр, сіздің басқада емес, мысалы өзіңіздің басыңызда да, яғни жанарыңыздағы көру қабілетіңізге байланысты сондай бір енді Алла тағаланың сынағы ма, сондай жағдайға қарамастан көптеген 12 мүшесі сау адамдар жасамаған тірлікті сіз жақсылықтар жасап жатырсыз, және Әмір ағамыз сияқты кісілер көмектесіп жатыр екен, бұл жерде қандай да бір қиындықтар болып жатыр ма сізде? Сіз жаңағы айтып кеткендей денсаулық жайлы айтып жатсыз ғой. Әрине 17-ші жылы мен мүлдем көрмей қалдым көз жанарымнан. Сонда да өзім жігер беріп, қайраттылық істеп, амал жасап, әртүрлі болашаққа қарадым. Мен бүгін бірдеңе істеуім керек, мен әр күнде тұрған кезде таңертең мен жақсылық сауап жасауым керек, сауабымды ешкімге бермеуім керек деген амал астарлап, осы өзіме позитивный сондай алға ұмтылыс жасадым. Сонда менің артымда осы қыздарға пәтер жалдап шығарып жатқан кезде, бір жылға қамқорлыққан кезде, сол қиналып қалғанда өз көзім мұндай болса да соларды ойлап, өзімді өзім алға ұмтылыптым. Сол кезде
қиыншылықтар болды. Әрине біз перзентханаға алып шығу үшін өзіміздің көлігіміз жоқ болды. Сол кезде Әмір мырза келіп бізден сұхбат алғанда менен сұраған, осындай сіздерге біздің үлесіміз болсын, кішкене болсын, тамшы тауып болсын, бізден қандай көмек керек. Біз сол кезде мен автокөлік сұрағам, міне уәдесінде тұрып Әмір мырза бізге берді. Сонымен біз қаншама қыздарды және де қаншама зағип жандарды, көз жанынан айырылғандарға біз қамқорлық жасап, тамағынан, киім-кешегін апарып беріп, сондай көп амалдар көлікпен жасадық. Сол бізге қолымыз зарды деп болады. Біз өте ризамыз осы күнге дейін. Алғысымыз шексіз Әмір мырзаға. Болашақта тілегім де бар. Енді кейін айтармын, өйткені мынау көзіне қарап мақтама дейді ғой, бірақ бетіне дейді. Сосын бұлай жақсылық істеген адамдарды біз әрқашан айтқымыз келеді, келіп тұрады. Кейбіреулер айтпа дейді, жасын жасайды. Бірақ Әмір мырза осындай мырзалығымен көрінді бізге. Жақсының жақсылығын айт, нұр тасысын дейді ғой. Енді ашық жария садақа дегенде де бар дінде, иә. Әмір аға, сіз жайлы айтып жатырмыз ғой. Енді өзіңіз Жүзбай ағамен қалай таныстыңыз, не себептен бұл кісіге көмек қолыңызды создыңыз? Қандай мәселе сізге түрткі болды? Жүрегіңізді ауыртқан немесе осы әрекетке итермелеген? Мен Жылқышыбайға сұхбат бердім. Ең басы содан басталды. Содан жаңағы өзіміз кәсіпкеріміз ғой енді. Шеттей бала-шаға Алла тағала бұйыртып дүниеге келді, себепкер болдық ол қыздың туылуына. Сонда енді жаңағы бұлай жұмыс істеп, қарақан басында ойлап жүре беріс болмас. Елде не болып жатыр, кім бар, елдің болашағын ойлаған деген бір ой пайда болып. Сонымен жаңағы ел аралап деген сол Жылқышыбайға сұхбат бердім ғой енді. Сол сұхбаттың бір апта өтпей үлкен-үлкен елдің болашағын ойлаған ағалар хабарласты маған. Біреуі Астанаға шақырды, біреуі Алматыға шақырды. Сол Астанаға шақырған кезде үлкен кісі осында жаңағы қолдап, жарайсың деп, бәрекелді деп сондай бір. Сол жерде айтқан тақырыбыңызды қолдап отыр ғой. Иә, ол тақырыпты қолдады, ол тақырып көбейді деп. Ол қазақтың салтында бар, дінімізде бар. Ешқандай бір жат қылық емес бізге. Біз соны жандандыру үшін осы нәрсені айттым ғой мен енді. Соны қолдап, дұрыс бәрекелді деп белімізді буған үлкен ағалар болды, елдің болашағын ойлаған. Сонда сол бір дастарханның басында отырған кезде осы Жүзбай ағаны шақыртты. Біз танымаймыз, және ешқандай мақсат жоқ ол жерде, жай ғана таныстыру болды. Сол кезде жаңағы осындай Жылқышыбайға сұхбат берген Әмір деген бауырымыз осы деген кезде қасымда отқан ағамыз қуана кетті ғой жаңағы, шынымен сол сізсіз бе деп. Сонда айтқаны қатты бір ниет қылып ем дейді. Осы жаңағы бауырымның бір қолын алсам, жүздессем деген. Сонымен бір Алла тағаланың қалауы ғой бұл енді. Шын мәнінде ешқандай бір кездейсоқтық емес. Бұл кісі қалады, мен келе қойдым, аяқ асты жолыға қойдық. Соның бұның бәрі бекер емес деп мен өзім сұхбат алдым жаңағы ең бірінші рет. Таң қалдым ғой бұл кісінің істеп жүргеніне жаңағы. 12 мүшеміз түгел бола тұра, жұмыс жоқ деп жастар өзіне жалып жасап, елге жаңа билікке немесе әке-шешесіне жаңа жылап жұмыс жоқ деп. Бұл кісінің жаңағыдай сондай бір батырлығы, еңбекқорлығы қатты қуантты мені, сондай бір бар екен ғой осындай мықты азаматтар деп. Сонымен жаңа өзім сұрадым, ең бірінші сіздерге қандай көмек керек, қандай қолдау керек деп. Сонда автокөлік деді, сол автокөлігін мен табыстадым. Сондай жалпы. Алла разы болсын. Енді көп әйелділікпен сіздің көп балаларды асырап алып жатқаныңыз және сол жетім мен жесір жылатпай қамқорлығыңызға алып жатқанмен жаңа көп әйелділіктің бір-біріне қандай қатысы бар біздің талқылап отырған? Екеуі бір-бірінің проблемасын шешуі мүмкін ба? Біз мысалы қоғамда жаңа басында айттық қой, осы зинақорлық болсын, тастанды сәбилер, жетім жесірлер, шынымен де проблема болып жатады, бірақ олар қайдан шығып жатыр? Не себеп? Мен айтып өтейін өз ойымда. Бұның бәрі ең бастысы сол өзіміздің дінімізден ең бірінші. Одан кейін қазақилығымыздан алыстағаннан да ойлаймын. Ең бірінші содан. Енді кеше бір социальный ролик жасадым мен, осы 2 апта өтпей. Өте қатты жаңа талқылауға түсті. Хейт болды. Енді оны әдейі жасаған жоқпыз, жай мен өзім ойымды жеткізгім келді негізінде. Сонда айтылған тақырып жаңағы жаппай қазақ қыздарының, мен енді басқа ұлтта ешқандай шаруам жоқ. Мен қазақ қызына арнап түсірдім.
сонда қазақ қызының жартылай шешінуі қатты жанымызға бататынын айттым. Және зорлыққа, зомбылыққа, сондай бір педофил дей ма, соның бәріне бір себепкер болып қалмасын деп, жаңағы қыз баласының солай болып қалуы мүмкін, семьяның ажырасуына, жаңағы тастанды баланың пайда болуына, жаңағы ойнап жүріп от басуына сол шешінген қыздардың себепкер болып қалуы мүмкін деген сондай бір өзімнің ойымды жаңағы әлеуметтік желіге салдым. Ол үлкен жаңағыдай бір дау-дамай туғызды. Енді бір жаңағы қызығы деп айтамыз ба, жоқ әлде шыжығы ма, өңшең жаңағыдай сол жартылай шешінген қыз баласы мені енді жерден алып жерден салды ғой енді. Тіптім жаңағы менің өзімді сондай бір педофилге теңеп қойды. Енді біреудің сыртынан осындай бір нәрсеге теңеу, ол өте дұрыс емес нәрсе ғой. Зерттемей, білмей, кім екенін білмей жатып, олардың ешқандай уақытысы да болмады мені зерттеуге. Жай ғана бір роликті көрді да, өзінің ойына келген жаңағыдай не дейді, всплеск дей ма, эмоциясын шығарып тастай салды. Одан бұрынғы шаруалар қалай, кімсіз, ол жаққа ол қызық емес, ол көп адамға жаңағыдай. Енді оны ары қарай егер де парақшаны зерттесе, қанша қоғамдық жұмысқа араласқанымыз, осындай керісінше тастанды балалардың тастанды болмауына қарсы екенді, одан кейін жаңағы қазақы салт дәстүрімізде бар, жаңағы жесірді жылатпау, жетімді жылатпауды ең бірінші қолдайтынымды, мысалға оны зерттеген жоқ ешкім. Жаңағы бір ғана жаңағы роликке байланысты не деген кері пікірлер айтылды. Енді оны уақыт еншісінде ғой енді әрине. Жүзбай аға, сонда жаңа сөзіңізді айтып қалдыңыз, жаңағы зорланған қыздар болып жатыр, және аяғы ауыр жүкті болып қалғаннан кейін жігіттері тастап кеткен қыздар бар деп. Осы Әмір аға айтып отырған сол жалаңаш шешіну немесе бұрынғы біздің дәстүрімізге сай киінбеу, Европаға, батысқа еліктеу қаншалық әсер етіп жатыр сіздердің жұмыстарыңызда? Сұрағыңыз өте орынды, ой салатын. Мына осы істеп жүргенде 12 жылда осы сұраққа мен жауап бергім келіп жүрген ғой. Қараңызшы, алысқа қарасақ неге деген. Енді үлкен әсері болды. Өйткені мен 100-ден астам ананы баласымен алып шықтым. 200-300-ге жуық тастап кетті. Сонда әр қыздар тастап кеткенде мен жүрегім ауыратында. Неге деп сұраған кезде мынаны қараңызшы, бір қыз жаңағы сіз сөзімізді айтып отқанда басындағыдай біреуі мені зорлап кетті, біреуі бас қалыптан тапты. Енді ұлт айтқым келмейді, бірақ сондай осындай тапқандар болды. Сол мен оны үйге қалай әкелемін, ол бас қалыптап тастап кетіп қоймады. Біреуі тағы да сол бұлай жағдай болды. Бір жыл шығарып алдым бір қызды, сондай, сосын ол тастап кетті, бас қолып. Енді 2 жылдан кейін қарасам, тағы сол қыз дәрігерлер хабарласып тұр, маған осындай. Сол қыз тура тағы да бас қолыптап. Менің жүрегім ауырды, сонда неге осылай? Мен өзі студент кезінде де, оқып жүргенде де осы бас қолыппен қыздар араласып сөйлесіп жатқан кезде мен барып айтатым да, сен не өзі қазағымыздың жігіттерін таппадың ба, неге солай жүрсің десең, маған кейбір қыздар дөрекі айтып, шаруаң болмасын, сен өз жөніңмен жүр деп айтқан қыздарды да көрдім. Сонда қатты алып, енді арман қарай, осы еврейді айтқым келмейді, арман қарай не істегендерім, олармен не болғандарын, арман қарай сөйлестім олармен. Оларда бір бағыт бердім. Оның дұрыс емесін, дұрыс жолдарын көрсеттім да, айттым. Жолдастарым, болды енді, ол көп нәрсе, ол үлкен тақырып. Жүзбай аға, кешіріңіз, сөзіңіз бөлгенге. Мен де бір нәрсе есіме түсіп отырды. Осы жаңағы қызға деген, қазаққа деген жанашырлық Жүзбай ағамен ұқсас екен де менікі де. Мен де айтып едім ғой жаңа сұхбатта. Осы жаңағы көп әйелдік, мен 2-3 әйелден қазақтың жігіттері алу керек деген ой, ең бірінші мен сол жаңағы өзім колледжде оқып жүрдім. Басқа ұлттан қызғанғаннан ба? Бізге қарама-қарсы университетте жаңағы қазақ-түрік университеті болып, сол кезде түрік ағайларымен, жаңағы мұғалімдермен қазақтың жас қыздары қолтықтасып жүрген кезде біз де соған мейлінше қарсы болдық. Сонда жігіттер болып талқылап отырып, қыздар болып олай болмау керек. Қазақтың қызы басқа ұлттың қойнында жатпау керек, қолтығында кетпеу керек деп. Сондай бір намысымыздың ең бірінші жаңағы 16-17 жаста оянған кез сол еді. Ол да бір Жүзбай ағамен сол ұштасып тұрды, бір екеуміздің ұқсастығымыз бар екен де, соны айтқым келді ғой жаңағы. Мен жалғастырып кетіп отыр, Әмір мырзаның әңгімесі өте
қызықты мына жаңағы бір бірімізбен ұштасып жатқанда бұл да алла бір тағдыр осылай ғой нетіп қойғанша бағыттап. Басында сұхбат бергенде сол бұл кісі көп әйелдік сұрақ қойған кезде мен басқаша жауаптар бергенмін. Иә дұрыс, не жоқ деген жоқ, ортасын ұстаған. Енді қазіргі уақытта сіздің жаңағы сұрақтарыңыздан кейін ойымда жүрген жаңағы осы сұраққа жауап таба алмай жүргенде, енді жауап беру үшін міне бүгін қарасам, менің істеп жатқан шарамда тастанды балаларда сонда көргенім 3 бала, 5 баласы мен 6 баласын тастап жатқандарды көргенде, сонда бұндай кісілерге расында да бір баласын тастап сондай болды. Сонда осындай кісілерге расында да біреуге екінші, үшінші баян төртінші болып түйеге тұрмысқа шығуға болады деген ой келді. Неге десеңіз, өйткені қазір ол 5 баласымен 4 баласымен бойдақ жігіт оны алмайды, тұрмысқа алмайды. Сондықтан бұл қазіргі уақытта мен енді құптап отырмын. Бұл кісілердің арман қарай жаңағы аналардың болашағын ойлап отырмын. Отбасы құрып, жаңағы ерлі зайып болып, сондай арман қарай перзент көрсе, сондай амалдар жасаса нұр үстіне нұр болады деген мен ойға кетіп отырмын да. Өйткені қоғамда мына біздің қазақ қыздарымыз жалғыз қалмай, жесір қалмай, жетім қалмай балалар сол әкемен өссе керемет қой. Дұрыс, иә. Бұл жерде бір талқылайтын тағы да бір сол тақырыпқа келіп тіреліп тұр ғой, көп әйелдікке да. Осыны неге құптайсың, неге осыны дәріптейсің деген кезде, думанда қазір өзің жасыратын түгі де жоқ, ЛГБТ бүкіл Қазақстан шулатып жатыр. Ол жаңа құдайшылдықта жоқ. Қазақта жоқ осы нәрсе. Сөйте тұра олар тіптен қала-қаланы аралап, өзінің ұстанымын насихаттап. Сонда біз енді біздің салтымызда бар, дінімізде бар, ата-бабамыз жасаған нәрсені дәріптеген кезде бәрі шалқасынан түседі. Бұны да біз кәдімгідей қала-қаланы аралап, мен қазір сондай ой келіп отыр осы соңғы кездері. Неге осыны дәріптемеске? Оны айтпағаннан кейін қазіргі жастар білмейді оны да негізінде. Одан кейін мен бұл жаңаға неге керек деген кезде жалпы енді дінді айту үшін үлкен тағы да ауқымды тақырып керек. Біз қазақылықты айтайық. Осы қазақтың кез келгені былайша айтқанда тоқалдан туылған. Сол кезде осындай сұрақ туындайды негізі. Жоқ, ондай емес, мен бәйбішеден деп. Сен туылмасаң сенің атаң, сенің әжең, нағашы әжең әйтеуір біреу тоқалдан туылды. Демек, кез келген қазақ тоқалдан туылды да. Сол үшін бұл тақырыпта жаңағыдай бізге бір жат, немесе бір жеркенішті қабылдауын түгі де жоқ. Тағы да айтатын нәрсе, жаңағы Жүзбай ағаның айтып отқан, жасап жүрген тақырыбы негізінде жаңағы балалар тастап кетіп жатыр ғой, әкесі тастап жатыр, мейірімді деген шешесін өзі тастап жатыр. Осы жерде жаңағы екінші, үшінші әйел болып, жаңағы отбасылар ары қарай толыққанды отбасы болып жалғасып кетуге мүмкіншілік бар да. Сол үшін енді кез келген қай жағынан алсаң да бұл көбәйеліксіз біздің Қазақстан көркеюі. Яғни қазіргі қоғамдағы үлкен дерттің бір алдын алатын, көп проблемаларды, мәселелерді шешетін осы көбәйелділік дегенізге болады. Иә, осыдан алыстайды да қазіргі қазақ әйелдері, қазақ қыздар былай айтады, ол деген ол современный емес дейді. Заманауи әлемде бар ол. Біз әшейінде жаңағы Біріккен Араб Әмірлігінде Дубай осындай мықты болып кетті, бай болып кетті деп оның байлығына қызығамыз да, оның өмір сүру салт дәстүріне қызықпаймыз да. Отбасылық, жаңағы зинақорлық қаншалықты бар, жоқ, қалай еркектер қаншалықты еркін және батыр, қалай батыр болып жатыр, қалай бастары жұмыс жасап жатыр, береке қайдан келіп жатыр, соның бәрі зерттемейміз да. Одан кейін жаңағы современность деп біздің қазақтың қыздары шешінуді қабылдап жатыр да. Мысалға анық осы шешінуден қазақтың қыздары жаңағы еркіндік дейді ғой енді, жаңағы не киім келеді соны кием, бұл менің құқығым деп жаңағы солай көкірегін көтергеннен, егер де осыдан жақсы болатын болса, соңғы 30 жылда біздің отбасы деген нәрсе мықты болып кетпейтін бе, мықты болу керек еді. Оның орнына бізге жылдан жылға тасталқаны шығып жатыр да, отбасы деген нәрсе. Егер де сол шешінгеннен күшті жігітті ұсталып, соның керемет қартайғанға дейін бірге болатын сондай бір гарантия, кепілдік болса, сондай бір кепілдік болатын болса, кәнекей ол жоқ қой енді. Ол бірінші шешінген қызға еркек адам тек қана жаңағы жеңіл оймен барады, жеңіл оймен жақындайды. Ода жаңағы отбасын құрам, кәрілікке дейін осымен бірге болам деген оймен жақындалмайды. Енді басы айланып жүріп, ананы айтып, мынаны айтып, өтіріктерді, сөздерді айтып, сүйіп қалдым, күйіп қалдым деп жаңағы жақындап алады да, біразы үйленіп кетеді амалдың жоқтығынан, ал біразы жаңағыдай бас тартады. Бас тартқаннан кейін жаңағы Жүзбай ағаның осы проблемасы жаңағы
қозғап жүрген, сол шығып отыр. айналысып отқан. Тура осы нәрсені сіз жаңа сіз сөзіңізде осы видео ролик болды ғой, педофилдерді қайдан шығады деген тақырыпта. Сол жерде қарсы болған кісілердің көбісі осы сіздің айтқан типке ұқсайтын болып тұр ғой. Иә, енді қарамадық, көңіл аудармадық дегенмен бәрібір енді көңіл аударасың. Зерттеу үшін мен біразының аккаунтына кірдім, сонда маған жазып жатқан 90%, 90 емес, 99% сол жалаңаштанған қыздар. Енді олардың бір намысына, нәпсісіне тиіп кеткен шығар, иә? Жүйелі сөз өз егесін табады дей ма? Сол сияқты прям бір менің ойымша шекесіне тиді ойдың болса. Енді қараңызшы, сол қозу мәселесі, мысалға феминистік топтар, мақалалар, кейбір нелерде былтыр тағы бір Шымкентте тура сондай жағдай қайталанды, бейне қысқа метраж бейне фильмге байланысты, иә, Әбеке. Бірақ ол жерде мәселе әйел затының жалаңаштанып немесе жартылай жалаңаш киінгенде емес, мәселе ерлердің психологиялық ауруында, олардың өзімен өзі қозып кетуінде. Бұл балалар да зорлап жатады дейді. Қоза ма, қозбай ма, бұл қаншылықты шын нәрсе? Қоздыру мәселесіне келетін болсақ, заманауи алайықшы мысалға. Кез келген жаңа маркетингті ұстанған реклама беруші, жаңа реклама өз товарына реклама жасатушы, қарапайым ғана жартылай шешінген, немесе әп-әдемі қызды алады да, қолына су ұстатады, немесе шоколад ұстатады, сөйтеді де өзінің товарын сатады. Машиненің дөңгелегінің қасында тұрады. Немесе машиненің дөңгелегін ұстап тұрады, шешінген қыз. Ол не деген сөз? Жарайды, шешінбеген қыз болмай-ақ қойсын, товарының өзі бола қойсын. Сол реклама көрсету арқылы адамның миы қозады, негізі оянды. Ол әйел баласы ма, еркек баласы ма, содан оянды да барады, ана товарды көріп алды. Көрдіңіз бе? Сол сияқты бір жаңа мысал бар. Ал енді табиғатқа келетін болсақ, еркек заты жалпы көзбен қабылдайды. Не нәрсені, әсіресе әйел затын көзбен қабылдайды біз еркек. Әйел заты еркектің поступок, жаңа іс-әрекеті немесе сөзінен қабылдайды. Демек, біз көзімізді тыюды жаңаға Алла тағала не үшін қатты ескертті. Оның последствиясы бар да. Әмір мырза, мына жерде сіздің жаңағы айтып отырсыз ғой, көз деген кезде әр адамның өзі ауырған жері дейді ғой. Мен де көзім жаңағы ойлап қалып, өзімді ойланып кеттім да, жаңа толғам. Расында да осындай жалаңаш көрген қыздар көз көріп, ой кетеді де нәпсіге зинақорлыққа апарады да. Бірақ мына мен өзімнің ойланып отырмын да, менің осында көрмей қалғанымда бір қайыры бар шығар деп отырмын да, Алла тағаладан. Өйткені мына көзім ана жалаңаш қызды көрмеймін да, нәпсім оянбайды да, Алланың алдында күнәға батпаймын. Қараңыздар, міне бұл да бір қайыр бар. Сондықтан мынау қыздардың жалаңаштығын мен өзім қарсымын, және де былай ғана сөз айтқым келеді. Ойлан достым, ойланбасқа болмайды, ойланбаста жатқан жоққа бар қайғы деп, артының жақсылығы болсын деп, бұл жалаңаштан арты дұрыс болмайтынын айтқым келеді. Жалаңаштың дұрыс болмайтынын дегенге келсек, тағы да қайталап өтем. Егер де осы жалаңаштанғаннан біз жақсы болып кететін болсақ, осы 30 жылдың ішінде біз керемет мемлекетке айналатын қой, керемет отбасы құндылығы бар, отбасының беріктігі жағынан біз алдыңғы қатарға шығуымыз керек. Өйткені жылдан жылға біздің қазақтың қыздарының үстінен киімі сыпырылып жатыр да, мысалға. Оны осы уақытқа дейін айтпай жатқан жоқ, айтып жатыр. Соны мысалға менің бір таңғалғаным, жаңа маған бір ерекше болып естілгені, дінде айтып жатыр күніге біздің имамдарымыз. Шешінбе, шешінсең отқа түсесің, отбасындағы құндылығың азаяды, жеті ұрпағыңа дейін бақытсыздық келеді деп күніге айтып жатыр, бірақ ол кезде бұл өтпеді да. Одан кейін менің жай ғана қарапайым тілде айтқаным соншалықты қатты өтті. Сонда бұл да бір сананың соншалықты ұйықтап қалғандығы ма деймін бе? Жақсы, ойларыңыз дұрыс шығар. Бірақ Әбеке, осы қыздардың киіммен алысқаннан басқа, немесе жаңағы тоқал алу, 2-3 әйел ал дегеннен басқа бір шаруалар жоқ па? Неге осыған тоқталып қалдыңыздар? Шаруалар өте көп. Онымен айналысып жатқан адамдар да көп. Жақсы. Мысалға біздің қазақтың тағы да бір сондай бір, енді қазақ десең өзіңе келеді де, мысалға айтпасқа амал жоқ. Айналысып жатқан адам бар. Жаңа биліктің қателігін, жаңа парақорлықты да, басқаны да айтып жатқан адамдар бар, жоқ емес, е? Вот соны қолдағыш болса, соның соңынан ергіш болса, неге ермейді енді қазақ? Бізде мынандай қазір бір супергеройды күтіп отыр бүкіл қазақ. Келіп, бәрін тасталған шығарып жүр, бәрін керемет қойып. Ондай емес қой. Бүкілі өзі жасау керек та. Бізде бұлай көріп отырсың ғой, мысалға қоғамдағы осындай проблемалар көтерген, шындықты айтам дегендер не істеп жатыр?
айқайлап жаңағы құр шапалақпен немесе комментариймен шығады, артынан барып қамалады. Өтірік емес қой енді. Соның артынан барып шығарып алғысы келіп, соның артынан соны іздеп жатқан бар ма қазір мысалы? Бірақ енді жартылай жоқ, айтқым келгені қалай? Барлығы бір бағытта жүретін қажеті жоқ. Мысалға, әркім өзінің жаңағы айтқысы келген, жасағысы келген саласымен мысалға жан-жақты дамыту керек қой қазақты мысалға. Ең бастысы айтқым келгені отан отбасынан басталады дейді емес пе? Біздің отанымыз мықты болу үшін негізінде отбасы мықты болу керек та. Отбасыны бүлдіріп отырған жаңағындай нәрселер деп отырсыздар ғой. Бірақ бір дамыған демократиялы мемлекеттерде осы киімсіз ақ, проблемасыз жалаңаш жүріп те ғылыми жаңалықтар ашып, жақсы бір техникалық табыстарға жетіп жатыр ғой. Солардың еркектеріне соларға қарамай-ақ жұмыс жасап жатыр. Бізге не осы проблема болып тұр? Жүзбай аға, сіз қалай ойлайсыз? Әбеке, сіз? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бір Құранда айтылады да, бір қауым бар дейді. Өздерін өзгертпейінше Аллах тағала олардың жағдайын өзгертпейді деген да. Мына қараңыз, енді бір Әмір Мырзанікі өзі бір қауым болып, өзінің бағытымен осы көріністі көріп, қылықтарынан соны амал жасап, өзгерткісі келіп, бір әрекет жасап жатыр. Ол құптайтын жағдай. Өйткені мына біз алақанды көрсек, мынаны ғана көреміз, мына жағын көрмейді екенбіз да. Бұл кісі бәрін көріп тұр да, арман қарай көріп тұр деп ойлаймын мен. Енді екіншісі мынау тәрбие алу отбасынан дейді, өзі қоғамнан, ортадан болады. Жаңағы елігу процестері адамда өзгерістер. Сол мысалы жаңағы шешінулер өзінің қоғамда ортада сондайлармен бірге жүріп, елігу процесімен солармен бұзылуы мүмкін да. Мынау көпке топырақ шашпаймыз ғой, ол мына бір орта бар, мына орта бар, олар жаңағы тәрбиесі мол, отбасынан тәлім алған, арман қарай басқа орынды әдемі жүріп кетіп жатыр да, шешініп жатқан жоқ дегенін айтайын деген. Европа туралы, дамыған елдер туралы айттың ғой. Менің ойымша, бұл жерде бізді қазақты қазір құртып жатқан дүбәралық. Қандай? Біз қазір дүбәрамыз негізінде. Біз салт дәстүр ұстаған қазақ емеспіз. Турасына келген кезде. Біз толықтай дінді ұстаған. Киініп те жүр, хиджабымен жүр, оранып та жүр мысалы. Қанша процент қазақта қазір солай жүрген? Жақсы бір 20%, 10% шығарасыз. 10%, 20%. Біз ұстанғанбыз деп қай уақытта айтамыз? 50%-ден асқан кезде. Біздің 50%-дан асады, жаңа дін ұстанған, қазақ салт дәстүрді ұстанған. Сол кезде сол біз толықтай ұстадық деп айта аламыз. Жаңа Европаға келетін болсақ, жаңа дүбәралықтан шығып тұр ғой. Ол жерде отбасыға былай қарайды. Біздікінде дүбәралық жоқ та. Бізде қазақта қазір өтірік емес, жасыратын түгі жоқ. Мысалға, ол қыз болып келу керек, арнамыз сақталған болу керек деген бар мысалы, әлде де. Немесе содан толықтай арылу керек, қыздарға да еркіндік беру керек онда. Ертең оны қозғамау керек, сен осындай емессің деп. Бізде Европада қалай жаңағыдай, не үшін деп мен өз ойымды айтып өтейін, Европада. Европада әбден қызы да жүреді, ұлы да жүреді, еркегі де жүреді. 35-ке келген кезде жаңағы бірін-бірін табады, энергетикасы, ақыл ой, санасы тура келген кезде 30-35-ке келген кезде үйленеді. Еркектің де, әйелдің де жаңа ақыл ойы сондай бір толыққан кезде, өз-өзін тоқтатқан кезде үйленеді де, содан дұрыстау ұл қыз пайда болады. Одан кейін ол жақта бір-бірін қатты қинамайды ғой, мысалы біздің қазақ сияқты. Біздің қазақта қалай? Жасың келе бастады ма, үйленуің керек деген. Ол үйленгеннен кейін сен ол ата-ененің көңілінен шығу керек. Одан бөлек тағы да сенің қажеттілігіңді атқару керек. Сол сияқты көп енді. Яғни біздің дәл қазіргі қазақ бір мәдени өлара шақта тұр дегіңіз келіп тұр ғой. Сондай мәдениет не мынау емес, не мынау емес. Таңдауымыз керек. Біз не современный жаңа Европаны таңдауымыз керек, немесе қазақылығымызды қайтаруымыз керек. Мүмкін өтпелі кезең шығар. Мысалға, кеше комментарийларды оқып отырсам, сол видеодан кейін өтпелі кезең дейсің да? Сонда біз ана европалыққа өтіп кеткенімізге сен қарсы емессің бе сонда? Мен қарсымын. Мен өле-өлгенше осы қазақылық салт дәстүрді дінді ұстап болуға тырысамын мен өзімді арнайы. Жақсы, енді қараңызшы, сол жерде айтып отыр, сіз жаңа дін деп отырсыз, немесе діни ұстаным болса деп отырсыз. Ауғанстан қазіргі бетін аулақ қылсын, Иран мысалға, диктаторлар болды, дін дейді да, бірақ дінді саясатқа айналдырып жүріп, жарайды, паранжа киер, хиджаб киер, бірақ оларда ешқандай құқық жоқ, адам қатарында емес болып жатыр ғой. Ол жақсы ма бізге сонда? Мен еш уақытта, ешқандай сұхбатта, немесе өзім парақшамда, еш жерде паранжа ки деген емес мен қазақтың қыздарыма. Мен әрдайым айтамын, қазаққа
арабтың діні емес, қазақтың діні жетеді. Қазақ қалай Құдай таныды? Қазақтың діні қандай? Құдай таны, 5 уақыт намазыңды оқы, келіншектер омырауыңды жап, етегіңді түсір. Болды, одан артық керек жоқ. Менің ұстанымда. Енді әрі қарай енді Алла тағала шешеді оны. Ең болмаса соны жасайықшы біз енді. Жаңағыдай ғой енді дінді айтатын болсақ, сол паранжа кию керек болады. Иә. Қазақы деп қалғанда жаңа Жүзбай аға сіз айтып қалдыңыз, біз қазақ тәрбиені беріп шығарамыз дедіңіз. Жаңағы балалар мен аналарға. Ол қандай тәрбие? Сіз де қазақы деп қалдыңыз. Бірінші бесікке бөлу, салт дәстүр, кәдімгі қырқынан шығару, одан кейін бізде өзін-өзі тану сабақтарын береміз. Жаңағы 1 жылға дейін сол ана мен баланы анасын тәрбиелейміз, өзін-өзін тану үшін. Өзге ұлт өкілінен аналар бар ма мысалға балаларды алып келген? Оларға не дейсіздер? Мысалға баланың азан шақырып ат қою бар. Ондай жағдай болды ма, әлде тек қана қазақ ұлтынан болған қыздар мен балаларды аласыздар ма, әйелдер? Осыны былай айтқым келеді. Сол біз перзентхана аралап жүргенде бір больницаның дәрігері айтты. Осыдан бұрын 10 жыл, 15 жыл бұрын дейді, бірен саран қазақ тастаушы еді, қазір жаппай қазақтар тастап жатыр деді. Бірен саран басқа ұлт деді. Сол осы істеп жатқан жылдың ішінде мен 2-3 ұлтты көрдім да басқа. Не көрдіңіз? Бәрі шақырғандардың бәрі біздің қара көздеріміз болды. Енді мынау жаңағы сөзімді неткім келеді. Айту керек сөзіңді ақылменен ұққанға дейді. Айтып айтпай не керек, құлаққа мақта тыққанға дейді. Қызға 40 үйден тыю дейді. Сондықтан арлы болып, намысты болып, біздің қыздарымыз болашаққа алыстан қараса екен деймін. Біздің жастарымыз, ол болашағымыз, Қазақстанымыздың сол болашағы қыздарымыз. Сондықтан шешінбес екен деймін, тәлім тәрбие алып, үлкендерден, әже аталарымыздан ақыл алып, сондай бағытта жүрсе екен деймін. Екеуіңіздің ойларыңыздан қарап отырып, жаңағы мәдени бір өлер ашақ деп айттық, осы қоғамдағы проблемаларды айттық. Сонда біздің қазақтың өзіне сай жаңағы кешегі Абайдың отбасындағы дәстүр қандай болды, отбасы институты дейді, мектебі деймін. Тура соған қайтып келуіміз керек болып тұр ғой. Не Европа емес, не Ауғанстан емес, не Азия емес, қазақтың өзіне тән отбасылық бір дәстүрін заманауиға айналдыру керек болып тұр ғой. Енді бүгінгі сұхбатымызды қорытындыласақ, Абайды айтқан кезде қорытындыламай қаламын мен. Абай туралы біз бүкіл әлемге дәріптеп жатырмыз да Абайды. Германияға ескерткішін қойды, сондай, Турцияға қойды, тағы да қандай. Қытайда қойды, Кореяда ашты кеше тапқайып. Бүкіл қазаққа соның сөзін, әндерін, соның талқылауын, қазақта сынауын бүкілін қабылдап жатыр ғой қазақта. Сонда сенің соның Абайдың өмір сүру. Қалай өмір сүрді? Ол кіммен өмір сүрді? Қанша әйелі болды? Өзі кімнен туылды дейсіз? Өзі кімнен туылды? Соған неге көңіл бөлмейді? Ойбай қазаққа жат, ол дұрыс емес, керегі жоқ дейді де, онда Абайды айтпай онда. Мен айтып жүрмін соңғы кездері Абай ешкімдікі емес, Абай менікі деп. Өйткені Абайдың сөзін жаттасаң, Абай сенікі болып қала ма? Абай қалай өмір сүрді? Оған даналық қайдан келді? Кеңдік қайдан келді? Ауқымда бүкіл қазақты ойлау қайдан келді? Менің ойымша сол 3-4 әйелмен өмір сүріп, сол кеңдіктің арқасында келді. Ол таныды, білді, орта жүздің қызы қалай болды, зерттеді, ұлы жүздің қызы қалай болды, соны зерттеді. Сонымен келді деп ойлаймын, кеңдік. Негізі жаңағы отбасы қай мемлекетте болсын, сол отбасына негізінде көңіл бөлу керек қой ең бірінші. Ал енді бізді қазір ең қатты құлдырап тұрған осы отбасы. Бізде көркем, жауһарлы сөздер өте көп қазақта. Тіпті Құраннан, аяттардан, хадистерден де аламыз, бірақ амалға іске асырмай жатыр екенбіз ғой, иә? Әрине бізде қазір кез келгенін қарасаң, ойбай қазақпыз деп, жаңа қазақ деген батыр болған, қазақ деген данышпан болған, қазақ деген мынандай болған деп құр сөзбен жаңа кеудесін ұрып жүрген адамдар көп қой енді. Қазақ қалай өмір сүрді, солай өмір сүрейік, бізге басқа одан басқан қажет жоқ. Абай жолы. Қазақтықтан бас тартайық, онда Абайдан бас тартайық, ата-бабамыздан бас тартайық. Бұдан несіне? Абай жолын оқығандардың бәрі Абайдың жолымен жүріп жатқан жоқ дейсіз ғой. Ешбір жолы болған жоқ ғой, мен түсінемін. Жақсы. Айтар ойларыңыз болса қосып жіберіңіз. Абай атамыз айтады ғой, күшік асырап ит еттім, балтырымды қанатты, біреуге мылтық үйреттім, мерген болды, мен атты дейді да. Әмір мырза, мойымаңыз, қандай комментарий артта болып жатса да, сіз
осы мына қазақта бір әдемі сөз бар, мынау атаңның ақ батасын құрметтесең дейді, ал анаңның ақ жаулығын кірлетпесең дейді, Алланың ризашылығы сол емес пе, солармен бірге жаса, бір көктеген дейді да. Сол мына қыздарымыз бала болашақ отбасында аналарын, ата әжелерін құрметтесе, соларды тыңдаса, ешқандай осындай шаллана шешіну деген болмас еді. Сізге Әмір мырза алғысым шексіз, тек алға, осындай жұмысыңызға жеміс тілеймін, берекелі болсын, табысты болсын, тек осындай сіздей адамдар көп болсын дегім келеді. Тек іске қарай ұмтылайық, жай сөйлеп, ана сырттан сөйлеп диванда отырған батырларға, оларға сіздерді қосылыңыздар дегім келеді, Әмір мырзаның амалына. Мен өз жаңа айтқым келген, мен де бір тағы қорытынды сөз айтып кетейін, жалпы қазаққа. Қазір үндемей отыратын заман емес. Аман есен кәрілікке жетіп алайын, пенсияма жетіп алайын деген заман емес. Қазір пандемия, оны қозғаған жоқпыз. Сол үшін қазір жас та өліп отыр, кәрі де өліп отыр. Жалпы менің өмірлік ұстанымым, күні ертең біз өлуіміз мүмкін. Ол иман, иманның тең жартысы. Орыстарда айтады, мечтай, как будто живешь вечно дейді. Мәңгі өмір сүретіндей арманда, ертең өлетіндей өмір сүр дейді. Сол сияқты жаңағы қазақтың енді жігіттері бұл жерде сәл жігерлі болу керек деп ойлаймын негізінде. Қазақтың жігіттері. Жаңа қызды тыятын да, тәрбиелейтін де, соның төңірегінде жүрген жігіттер. Ол кім? Ол әкесі, бауыры, күйеуі, немесе ұлы. Осы 4 еркекке бір қыздың тағдырын, о дүниесін тапсырып қойған жоқ қой Жүзбай аға. Сол үшін осы жігіттерді сәл оянатын уақыт келді. Біз ешқандай, бұл жаңа күрестің бір жақсы жері, біз егерде бір нәрсенің, жақсы нәрсенің болуын арманда өліп кетсек, Алла тағаланың сондай бір құдіреті бар да, соны жасадық жазып жібереді екен де бізге, ниетімізге қарай. Сол сияқты осы жақсылық қылам деп жүріп, жаңағы біздің ажалымызға өліп жатсақ, демек, сол нәрсе жасалды болып жазылып кетеді екен. Ал қай нәрсені де, жаман нәрсені де жасағымыз келіп, жасай алмай өліп кетсек, оны да жасады деп Алла тағала жазып қояды екен. Соны айтайын дегенім, ең басты ниет түзу. Қазақтың болашағын ойлап отырмыз, қолдан келгенше жұмыс жасап жатырмыз, және әрбір қазақ солай жасау керек деп ойлаймын. Қазақтың жігіті. Қадірлі көрермендер, көптеген адамдар жақсы сөздер айтады, шешен сөйлейді. Бірақ біз сіздерге бүгін қоғамдағы нағыз болып жатқан мәселелерге қамқор болып жүрген Жүзбай ағамен және соның басқаша сол мәселелердің алдын алып басқаша шешіп жүрген Әмір ағаңыздың ойларын тыңдадық. Жақсы бір сұхбат болды деп ойлаймын. Шынымен де жаман нәрселер тез таралады, тез айтылады, ал жақсылықтар көпке бармайды. Бірақ Құдайдың алдында, болашақ ұрпақтың алдында міндетті түрде ескеріледі. Сондықтан екеуіңізге де Алла разы болсын дегім келеді. Және сіздер сияқты жақсы іс, игі іс атқарып жүрген азаматтарды халық көрсе, көбірек таратса деген ниетіміз бар.